Улан ауданы әкімдігі Қасым Қайсенов кентінің және Бозанбай ауылының тұрғындарына үлкен сыйлық жасады. Уландықтар бүкіл еліміздің сүйікті әншісі Заттыбек Көпбосынұлының әндеріне құлақ құрыштарын тындырып қайтты. Заттыбек Көпбосынұлының әні бүгінде қазақтың әр шаңырағын естіліп, тойлардың сәнін келтіретін орындаушының бірі. Міне, уландықтар да танымал әншінің хит әндерін естуге мүмкіндік алды. Мәдениет үйінде ине шаншар жер болған жоқ. Орындықтар тіпті кіреберіс тұсында да қойылған еді. Ал концертке билет бірден сатылып кетті дейді ұйымдастырушылар. Әншіні көріп, оны есту үшін халық облыс орталығынан да арнайы келіп жатты. Жалпы халық тарапынан өте белсенді, орын жоқ. Билеттің бары сатылды. Біз енді өзіміздің кезегімізде билетті төмен бағада сатып, халықтың енді қазіргі жағдайдағы тұрмысын түсіне отырып, осы арзан бағалы билетпен осындай мерекені табыстап отырмыз. Заттыбек Көпбосынұлы өз тарапынан да халыққа ризашылығын білдіруге асықты. Жылы шыраймен қарсы алған уландықтарға жылы лебізінде жолдаудан тартынбады. Осы бір жаңылмасам 4-ші келуім, бірақ осы жолы біз арнайы жоспарладық. Осы Шығыс Қазақстан облысындағы аудандарды аралауға. Бізде ертең Алла қаласа Семей қаласында, сол Семей қаласы мен Өскеменнің ортасында осы Өскеменге жақын аудандарды аралап қайту үшін осында концерт ұйымдастырушы, өзі өнер жолында жүрген азамат бауырларымыздың бірі Айдын Алдарханұлы деген бауырымыздың өтініші бойынша осы ауданға кетіп жатырмыз. Келгендегіден әсеріміз жақсы, халықтың қабылдауы өте жақсы. Сондықтан бүгінгі концерт өзінің деңгейінде өтіп жатыр деп айтуға болады. Барлық осы Қасым Қайсенов ауылының, Өскемен қаласының, Өскемен облысы, Шығыс Қазақстан облысының тұрғындарына және біздің тыңдармандарымызға алғысым шексіз. Отбасыларында қуаныш болсын. Әрдайым бір-бірімізді жақсы күндерде көруге нәсіп етсін. Бұл күні әнші Қасым Қайсенов кентінде ғана ән шырқаған жоқ. Сондай-ақ қадірлі мейман Бозанбай тұрғындарын үшінде бір сыйлық жасады. Қошемет көрсеткен халықпен тілдесуге де ниет танытып, халықтың ризашылығына бөленіп жатты. Уландықтар өз тарапынан бұндай сыйлық жасаған Улан әкімдігіне де алғыстарын білдірді. Көксәулесі төгілгені әдемі, кемпір қосақ керілгені әдемі, көк шалғында асыр салып жүргенде көк көбелек көрінеді әдемі, жас шапақтың бір ұшқаны әдемі, алма ағаштың бір ұшқаны қарияған жол үстінде кездесіп амандықты сұрасқаны